достар, сәлем. Адам өзінің ақыл бағдарламасында миссиясы арқылы нені насихаттайды? Сол туралы сөз қозғайық. Мысалы, миссия 1. Сана саны деген ол туған күнде. Ол 30 жасқа дейін 100% жұмыс істейді. 30 жастан кейін Алла тағала айтады, сен менің айтқанымды істейсің дейді. Яғни 30 жастан кейін біздің іс-әрекетіміз өзгереді. Мысалы, миссия 1-ліктердің іс-әрекеті. Олар миссия 1-дегілер орталық орын, офис арқылы бастық болып, өз қалауын іске асыру, басқа адамдардың жетістігіне себепкер болады. Миссия 1 адамдағы өздерін патша санайды. Егер миссия 1 саны 8 болса, ол практикалық әдіспен береді. Практикалық әдіспен басқа адамның жетістігіне себепкер болады. Ал егер миссиясы 1 саны 7-лік адам болса, ол 7-лік не жасаса да тез жасайтын болады. Ал миссиясы 1 саны 5-лік болса, ол пайда үшін жұмыс істейді, пайда алып келетін адам. Міне миссия 1 туралы осылай. Миссия 2. Миссия 2-дегі адамдар қарым-қатынас арқылы пайда тапқылар келеді. Сол қарым-қатынасқа байланып, қарым-қатынасқа шегеленіп деп айтсақ болады, манипуляция жасап, керісінше қарым-қатынасты не істейді? Құртады. Ол қарым-қатынас жүйесін құру арқылы адамдар жұмыс жасап, өзі жұмыс жасағысы келмейді. Міне, ақыл бағдарламасында не істеп жүргеніміз, біздің ұстазымыз айтқандай, не істеп жүргенімізді өзіміз білмейміз. Ақыл бағдарламасында бәріміз ақылға қонымсыз іс-әрекет жасап, соңы қайда барады? Күйзеліске алып барады. Санамызды дамыту арқылы барлық әрекеттерімізді ақылға қонымды жасаймыз. Миссия Алладан. Бұл миссия өзгерту үшін өз қалауымыздан бас тартуымыз керек. Ол туралы ақылы консультацияда нақты формуласын аласыздар. Енді миссия 3-тегі адамдар. Миссия 3-тегі адамдар өзінің қамқорлығы мен өз проблемасын шешкісі келеді. Ақшадан көрі оларға әділеттілік, инструкция артық көрінеді. Ал миссия 4-тегі адамдар жаңашыл тәсілмен мақсаттар арқылы адамдарға тең мүмкіндіктер бергісі келеді. Сол арқылы өзі пайда көру үшін. Мақсат бұл білім. Мына 4 миссиядағы адам матрицасындағы 7 санын толтыру керек. Сол кезде 7 санын толтырғанда кундалини энергиясы көтерілу арқылы сферадан білім келеді. Миссия 4 санасын дамытып, дене тәртібі сана тәртібін алып келетінін айтып отырмыз. Егер санында 4, миссиясында 4 болса, мысалы санындағы 4-тіктер мақсатын қойып, оған жете алатын болса, а миссия 4-тіктер 30% ғана мақсаттарына жетеді, а қалған 70% өз моралінде болады, өз адамгершілігінде болады. Сол арқылы күйзеліске түседі. Миссия 5-тегілер, мына Евгений Черняк сияқты. Евгений Черняк деген мына ішімдік жағынан әлемдегі мықты бизнесмендердің бірі. Ол не дейді Евгений Черняк? Бәсекелестерді өлтіріңдер дейді, конкуренттерді құртыңдар дейді. Бизнес миссия 5 адамдар үшін күрес, соғыс. Егер санасын дамытып, жаратушыдан келген міндетін орындаса, күрес, соғыс, конкурент деген сөздерден не істейді? Құтылады. Оған дейін миссия 5-тің тілінде бизнес деген, конкурент деген соғыс, құрту керек, жою керек. Миссия 6 адамдар. Жайлылықтың өзі материалдық байлық екенін түсінеді. Жайлылық деген ақша мен махаббат екенін түсінеді. Сол себепті 6 миссиядағы адамдар бар проблемасын ақшамен шешеді. Миссия 7 адам, менің өзім миссия 7, руханият. Сол руханият арқылы дос жылатып айтады, дұшпан күлдіріп айтады деп, бәріне көмектескісі келеді. Көмек керек емес адамдарға көмектесем деп, өзім де өзгенің де күйзеліске түсіреді. Оларға, яғни маған тек келісімді дағдарыс жасау керек. Мен миссия 7 болғандықтан, келісім деген мен сандарды сөйлететін шебер болып, психолог болып отырғаннан кейін, келісім деген ақша төлеп, менің жеке консультацияма жазылғанда ғана мен көмек бере аламын. Миссия 7 рухани, адамгершілік құнды деп санаса, ал миссия 9-дағылар материя, ақша құнды деп санайды. Енді миссия 8 өмірде материалдық байлықты, өндірісті, әрекет процесін бақылайды. Ал миссия 1 адамдар өз нәпсісін көтерсе, миссия 8 адамдар әрекетін көтереді. Нәтиженің тиімділігі үшін ақша алғысы келеді. Нақты практикалық тәсілдер арқылы. Миссия 9 адамдар өзара тиімді, әділ шешімдерге бағытталған олардың іс-әрекеті.
олардың идеясы схемаға салынады. Идеясы схемаға тең. Олар адамдарды схема арқылы ұстағысы келеді. Оның арманы идеясын монетизациялау және схема арқылы пайда табу. Өзі жұмыс істегісі келмейді. Тактиктер. Жүйелікпен схема құрып, адамдарды өзара тиімді ынтымақтастыққа шақырады. Миссия 9 адам өзін асыл деп санап, ризашыл адамын ұстап, ал команда мүшелер жұмыс жасау керек деп ойлайды. Міне, әрқайсымыз ақыл бағдарламызда не істеп жүргенімізді білмейміз деп. Менің ұстазым Жанат Қожамжаров айтқандай, мына сана да, миссия да бізге сынақ болып келген. Орынсыз іс-әрекет қой, өз қалауыма, мен үшін қызмет етсін деген. Бұның барлығы сананы дамытқан кезде мына бизнес және тұлғалық даму консалтингі арқылы, орынды іс-әрекеттер жасау арқылы біз басқа адамдардың аламын деген бере отырып, өз қалауымызға жетеміз. Ақыл бағдарламасымызда тек бізді Алла тағала солай жаратып қойған, өз нәпсімізге, өз қара басымызға алғымыз келеді. Сол себептен адамның басты міндеті өз санасын дамыту, қалғанның бәрі екінші орында достар. Қабыл алыңыздар. Ақпарат пайдалы дегендеріңіз достарыңызбен бөлісіңіздер. Менің мына YouTube каналыма жазылып, менің де жетістігіме себепкер болыңыздар достар.